Аса қамқор, ерекше мейрімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум, қымбатты аға бауыр, әпке қарындас, құрметті көрермендер. Жаратқан ием баршаңызға өзі жар болсын. Алла тағала өзінің хикметіне сай кейбір нәрселердің анық уақытын жасырып қойған. Айталық, жұма күнінің қай мезгілінде жасалған дұғаның қабыл болатынын, 5 уақыт намаздың ішіндегі ортаңғы намазда, дұғалар ішінде исми азамды, уақыттың ішінде қияметті, әрі өмірдің ішінде өлім уақытын пенделеріне дәл білдірмеген. Бұның біздерге қайыры барына кәміл сенеміз. Мүмкін бұл мұсылмандардың үнемі сергек, Аллаға ғибадат құлшылықта жүруін қадағалағандықтан шығар. Қадір түніне келсек, ол түндердің ең қайырлысы. Өйткені қасиетті айлардың қайырлысы Рамазан, түндердің қайырлысы Қадір түні, күндердің қайырлысы жұма күні екені айтылған. Бұл түнді негізінен Рамазан айының соңғы 10 күнінде тақ санда іздеу керек. Көпшіл ғалымдардың ортақ пікірінше Қадір түні Рамазан айының 27-ші түні болып есептеледі. Құранда бұл түннің артықшылығын түсіндіретін арнайы сүре де бар. Ол сүреде жаратушы иеміз былай дейді: анығында біз Құранды Қадір түнінде түсірдік. Қадір түнінің не екенін білесің бе? Қадір түні 1000 айдан да қайырлы. Ол түні періштелер мен рух Раббыларының әмірімен жерге түседі. Ол таң ағарып атқанша жалғасады. Мүминдер бұл түнді дайындықсыз өткізбеуі тиіс. Өйткені Абу Хурайра, Алла одан разы болсын, сахабамыздан жеткен хадисте, кімде-кім Қадір түнінің артықшылығына сеніп, сауабын Алладан күтіп, ғибадат құлшылықпен өткізсе, өткен, кеткен күнәлары кешіріледі делінген. Бұл түні жасалуы тиіс істердің қатарында намаз оқу, Құран оқу, өткен күнәларды енді жасамасқа тәубе етіп, кешірім тілеу, жалбарынып, тілек тілеу керектігін айта аламыз. Ғалымдардан Суфиян Саури, Қадір түні тілек тілеп, кешірім тілеу, намаздан ұнамды, Құран оқып, артынан тілек тілеу ең жарасымдысы деген. Айша анамыз, Алла тағала анамыздан разы болсын, Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам Рамазанның ақырғы 10 күнінде құлшылыққа ерекше ден қоятын айтады. Бұл түні қалай дұға ету керек деп сұрағанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына дұғаны үйреткен: Алла тағала, сен кешірімдісің, кешіргенді ұнатасың, мені де кешіре көр. Иә, күнәдан алыс пайғамбарымыздың өзі, Алла оған разы болсын, күніне 70 я 100 мәрсе өзіне кешірім тілеп отыруды әдет еткен. Ендеше күніне сан түрлі күнәмен бетпе-бет келіп жүрген қазіргі мұсылмандарға күн сайын 1000 рет Қадір түні таңға дейін кешірім тілесе де артық етпесі анық. Бұл түн 1000 айдан қайырлы болуымен артықшылыққа ие. 1000 ай тура 83 жыл 4 айға тең келеді екен. Ал бұл өз кезегінде бұрынғы үмбеттердің өмір бойы жинаған сауабын бір түнде алу мүмкіндігі деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірде сахабаларға Исраил әулетінен бір кісінің 1000 ай бойы ат үстінде Алла үшін жихад еткенін, кей риуаяттарда 1000 ай бойы күнә жасамай ғибадат еткенін айтқанда сахабалар, біздікі оның жанында түкке де тұрмас деп таң болған еді. Осы кезде Жибрил алейхиссалам түсіп, Мұхаммед, үмбетің сен айтқан амалдарды естіп таң қалды, ал Алла тағала оларға бұдан да қайырлысын берді деп Қадір сүресін оқып береді. Тағы бір риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бүкіл үмбетінің өмірі көрсетіледі. Басқа үмбеттерге қарағанда өз үмбетінің өмірінің аздығын көрген пайғамбарымыз бұған мұңаяды. Осы кезде Алла тағала оған Қадір сүресін түсіреді. Бұл түннің берекесі мол. Өйткені жер бетіне сан мыңдаған періштелер түспек. Періштелер тіпті жер бетіне сыймай кетеді. Мүміндерді айнала қоршай ала Алла тағаланың оларға деген кешірімі мен мейірімін айтып сүйіншілейді. Таң ағарып атқанға дейін осындай жағдайда болған мұсылман үмбетінің жүрегіне тыныштық пен жан рахаты орнайды. Бір хадисте ол түні жер бетіне түскен періштелердің саны ұсақ тастардың санынан да көп делінген. Бұл түн
отбасыңызбен бірге құлшылық қылатын түн. Бала шағаңызды жиып, Алла тағаладан тілек тілеуді үйрететін түн. Қадір түні, түнімен құлшылық жасай алмайтындарға ең болмаса таравих намазынан кейін бір шама уақытын дұғаға арнауы керектігі айтылады. Өйткені бұл түн жасалатын дұғалардың қабыл болатынына деген нық сенім бар. Сөзімізді хадиспен түйіндейік. Кімде-кім Қадір түнінің артықшылығынан анып, Алладан сауабын күтіп, құлшылық қылса, жасаған күнәлары кешіріледі. Мұндай мүмкіндік мұсылман үмбетінің пешенесіне ғана жазылған сый. Олай болса, қадірменді көрермен, Қадір түнінің мүмкіндігінен махрұм қалмай, таң рауандап шыққан шаққа дейін хаққа құлшылық қылып, жан жүрегімізбен дұға тілек жасайық. Алла тағала тілеген дұға тілектеріміздің баршасын лайым қабыл қылғай.